ATX крипто биржасына заңды түрде USDT қалай кіргіземіз, шығарамыз, сол туралы көрсетейін деп жатырмыз да қазір. Мысалға, кейбір биржаларда именно MEX-тің ішіне мен USDT ақшаны шығарайын деп жатырмыз. MEX крипто биржасының ішіне кіреміз, вывод средства басасыздар. Соның үшін именно BEP20 блокчейн таңдаймыз. Өрде себебі без комиссия көрсетіп тұр. Данный момент без комиссия ақшаны шығаруға болады MEX-тен блокчейн арқылы, именно BEP20 арқылы. Ақшаны жаздық дейді, допустим, мерге жаздыңыздар, ақшаны шығарайын деп жатсыздар. ATX крипто биржасына кіреміз, қазақстандық лицензиясы бар крипто биржаға. Соның ішіне біз адрес алуымыз керек енді. Бұл жерде депозит басамыз адрес алу үшін. USDT деген таңдаймыз. Блокчейн таңдаймыз. Бұл жақта үш ақ түр, блокчейннің үш ана түрі бар. ATX-тің ішінде. Сол үшін BEP20 деген таңдаймыз да, өйткені комиссия BEP20 арқылы жіберу без комиссия болып тұр, басқа биржалардың осы жерге жіберу, именно ATX-ке жіберу. ATX-ке USDT-ді жіберіп аламыз. Бірінші таңдап аламыз адрес. Мынау депозит деп ана адресті бастық қой. ATX-тегі BEP20 сет USDT USDT-дің именно BEP20-тағы сетіндегі адресін таңдап аламыз. Копировать басып, мына адресті алдық. Осы адресті қоямыз MEX-ке, например. Любой биржадан жерге болады, MEX қана емес, любой биржадан. Просто именно MEX-тің ішіне данный момент блокчейн BEP20-да без комиссия жерге болады. Сол үшін соны таңдап жатырмыз. Сумманы жазасыздар, вывод жібересіздер, ақша осыяққа келеді. Ақша енді 24 сағаттың ішінде түседі. Обычный биржалар сияқты моментально түспейді. 24 сағаттың ішінде ақша бұяққа келеді, ақшаны күтеміз келген. Ақша беруге келгеннен кейін ақша сізге түсті. USDT-ға енді сіз не істейсіз? Вывод жасайтын болсаңыз бұл жерден сізде USDT бар, сіз нақты свечаны басасыз. Астына свечаны басасыз. Жерде параны таңдаймыз. Парада KZT деген таңдаймыз. И USDT деген таңдаймыз астында. И сол жерде астына былай түсеміз. Стаканды көруге болады. Қазір интернет бойынша сәл істемей тұр, сол көрмей жатыр. Міне шықты. Алу жағында қараңыздар. Алу жағында жасыл стакан. Алам деушілердің, бұл алам деушілер, сатып алушылар 540-тан алам деп тұр, 539-тан алам деп тұр бағалары. Мынақта қанша USDT алам деген сандары. Мынақта сатам деушілер 546-94-тен сатам деп тұр, 546-95-тен сатам деп тұр. Мына монеталардың саны. Мына 35 мың доллар сатам деп тұр 546-тан. Бірақ бұл бір адам ма қаншадан екен білмейміз жалпы да. Енді осы жерде купить деп басам, то есть сіз USDT болса, сату керек болса, сіз оны продать дейсіз ана жерге. Мынақта продать деп тұр, лимитный таңдаймыз. Маркет дегеніміз, ол маркет болса, онда бағанағы жасыл стакандағы 540-тан сен алам деп тұрма, соған сатып жібересіз сіз. А егер продать лимитный дейтін болсаңыз, өзіңіздің бағаңызда лимит деп қоясыз да, мына жерге сумманы жазасыз. Қанша монета бар сізде, например, $1000 бар болса, соның мынақта продажама и ценасын қоясыз қой, 500 қаншадан сатқыңыз келіп жатыр, 548 десеңіз, 548 деп жазып қоясыз. Мынақта комиссия, биржаның комиссиясы көрініп тұрады астында, қанша екен. И продать басасыз, сөйтесіз, лимит мынақта сіз шығып тұрасыз мына жерге. Лимитный болса, осы жерде тұрасыз. 547-тен деп осының үстіне шығып тұрасыз. Маркет болса, онда мынақтағы сіздерге қаншадан алам деп тұр, сол адамға сатып жібересіз автоматом. Болды осы. Енді сіз бұны теңгеге айландырып алдыңыз дейді. Мысалы, теңгеге айландырып алдыңыз, теңгеге ақшаңыз айланып түскеннен кейін, ақшаңыз сіздің мына жерге түседі. Счетыңызда мынақта кошелек дегенді басасыз. Кошелек деген кезде мынақта теңгеге мынақта түседі. Астатық 5 теңге тұр мына жерде. Осы жерге ақшаңыз келеді, ауысып келеді. Енді оны қайтып шығарамыз. Ақшаны шығаратын кезде любой банкке шығаруға болады. Каспиге де, Жусан, БЦК любой банкке шығаруға болады. Ақшаны кіргізетін кезде теңгемен, Береке банкпен кіргізген тиімдірақ болады. Немесе себебі без комиссии и моментально сразу түседі. Ақшаны шығаратын кезде вывод басасыз да любой банкке. Шығаратын кезде мына вывод басып, KZT-ны таңдайсыз, любой банкке шығаруға болады. Мына жерге Каспидің ішіндегі реквизиты деген жерге кіресіз. Реквизит деген жерде айбан деп тұрады, сол айбан счетты жерге қоясыз. Адамның данныйлары тұрады. Страна получатель деген жерге Қазақстанды таңдайсыз да, Қазақстанды қоясыз осы жерге. Код SWIFT деген жерге, осы жерге. Тоже ол Каспидің ішінде код SWIFT деп тұрады өзі Каспидің ішінде. Негізі қазір көрсетсем болады, негізінде бірақ. Код SWIFT дегенді осы жерге таңдап қоясыздар. Бұл жерде реквизит деген ішінде тұрады тоже. Код жазылып тұрады. КС деп жазылып тұрады. Соны қоясыз. Сол екеуін ғана қоясыз, болды осы жерге. Айбан получатель, айбандың астында осы жазылып тұрады. Название банка Каспи банк жазасыздар. Неге сумма жазасыздар. Минимальный сумма вывода 12500 теңге бұл жерде. Мысалы, бит жазған кезде көрініп тұрады сізге. Міне, сумма и комиссия шешетін кезде 0,15% комиссия ұстайды. Ақша түсті, ақша примерно бір жарты сағаттың ішіне түсті. Негізі MEX-тен ATX крипто биржасына. Енді ана свечаны басамыз. Астында сол жақта свечаны бастық. Одан кейін мынақта параны таңдаймыз осы жерге. Споты торговля тұр. Астында параны таңдаймыз осы жерде обязательно.
КЗТ дегенге кіреміз. КЗТ-ның ішінде мына астында мынау тұр. Осы параны таңдаймыз тағы да. Енді мына жақта стаканға қарай мына жылжытамыз. Мына жақта бағана айттым 546 болып тұр. Егер қымбаттау сатқыңыз келсе, срочно ақша шығару керек болса сізге теңгеге, онда сіз лимит маркет деген таңдап мынаған сатып бересіз. 540-қа сатып бересіз USDT-іңізді. А егер аспайым дейтін болсаңыз, онда 546, 545 деп немесе осы үстіне тұрсаңыз болады, объявление қойып. Осы жерден өйстіп пайда көруге болады жалпы арасында. 540-қа, то есть 547-ден сатам деп қоясыз. Сатып алғаныңызды, 547-ден сатқаныңызды, кейін 540-тан алам деп қойсаңыз болады осы жерге қайтадан объявление беріп. Енді продать деп басайық. Қызыл кнопканы басамыз, продать деп тұрмыз. Лимитінде тұра береді. Мынаған тиіспейміз. Мына жерге сумма жазамыз. $10 максимально. Макс деп жазсаңыз болады. Макс десеңіз сразу баға шығады. Одан кейін 543 деп тұр. Жоқ, сіз мына жаққа өзіңіздің бағаңызды жазыңыз. 547 деп, например. Просто 547 деп жазса, көрейік қазір. 547 деп жазасыз. Мына жақта көріп тұрады комиссия қанша болатыны. Комиссия стайды мына жақта. Итоговый сізде 5449 қанша? 5000 сізге жетпейді. Мына азайту нені сумманы басып көріңізші. Қазір өз автоматты регулировка жасаймын, жасамаймын көреміз. Мына ордер создан деп шықты сізге. Ордер ашылды. Енді оны мына жақтан көрсеңіз артқа шығасыз. Мына стаканнан көресіз. Анау кетіп жеріңіз. Мынау сіз мына жақта тұрсыз, мына астында тұрсыз. Бұлар біріншілер 546-94 дегендер сатылады да, а сіз 547-ден сатам деп тұрсыз ғой енді. Кім ең выгодный бағамен сол ең үстінде тұрады. А сіз 547-ден сатам деп тұрсыз, 10 USDT-іңізді мына жақта тұрсыз сіз. Осылай істей беруге болады. Осы енді сделканы примерно күтесіз. Егер сізден осы 547-мен клиент келсе, ол өзі сізден автоматом сатып алынады. Сатылады сізге, то есть ол сізден автоматом сатып алады. Осылай сделка жасала береді. Жоқ десеңіз, оны мынаған 500 қанша деп тұр мысалы 540 десеңіз, 540 дейтін болсаңыз, автомат мынаған сатылып кетеді сізге монетаңыз. Өйткені бұл алушы бар сізге деген сияқты ғой. Осылай істей беруге болады.